Құпия кітапқа бастайтын жол сияқты. Досым кітапханаға, кітап керек ой санаға. Оқысаң жиі самғайсың бие, кітап оқы жанға дауа. Балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер оқып байқап қаралықта. Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей боп, соларды көре тұра қалалық па. Балалар, Ахмет Байтұрсынов атамыздың өлеңін мен жайдан жай айтып отырғаным жоқ. Балалар, біздің бүгінгі әңгімеміз кітап жайында болмақ. Балалар, мен сіздерге жұмбақ жасырайын, сіздер соның шешімін шешіп көріңіздер. Көп әңгіме өлеңім. Күнде ақыл беремін. Мені кім жақсы көрсе, мен де соны жақсы көремін. Бұл жұмбақтың шешуі қандай екен? Кітап. Өте дұрыс, жарайсыздар. Кітап туралы қақпақтар. Зере, айта қойшы орныңнан тұрып. Мынау менің кітабым, сыйласымды тұтамын, өлең айтып қуанып, білімнен жұтамын. Қандай керемет жарайсың, Зере, отыра ғой. Балалар, қандай ертегі білесіздер? Бауырсақ. Дұрыс, жарайсың. Айзере, сен қандай ертегі білесің? Мақтағыз бен мысық, қандай керемет. Балалар, қараңыздар, бізде кітаптар өте көп, кітаптар әлемі. Қараңыздар, балалар, бізде кітаптардың сан алуан түрі бар екен. Балалар, ертегілер елінде кітаптары, қазақша ертегілер. Балалар, біздің қазіргі заман талабына сай электронды аудио дискілеріміз бар екен. Қараңыздар, қазіргі заман талабына сай электронды QR-кодпен көрсететін ертегілеріміз. 3 айдың ертегісі, мақтағыз бен мысық ертегісі. 3 айдың ертегісін QR-кодпен балаларға көрсетейік. Асылай келе ғой. Ютубтан да көре алады екенбіз, қараңыздар. Асылай орныңа отыра ғой. Балалар, бізде электронды қазақ ертегілері бар. Қараңыздар, мінеке. Ұры тоқпақ. Бұрынғы өткен заманда мен кемпір, шал мен кемпір кедей, тұзақ құлып көреді. Bir күні шал келіп тұзағын қараса, бір қаз шыққан. Шал қазды тұзақтан босатып алып. Балалар, бізге қонақ келген сияқты. Сәлеметсіздер ме, балалар? Саламатсыз ба? Балалар, мен Асқар Айсұлтанның әжесімін. Сіздерге сыйлық алып келдім. Сіздердің кітап қоржыныңызда әдемі кітаптар бар екен. Ал мына кітаптарда ертегілердің жаңа топтамасы бар. Рахмет, сау болыңыз. Балалар, біздің елді кітап қоржынына тағы да жаңа кітаптар қосылатын болды. Рахмет, сау болыңыздар, балалар. Балалар, біздің кітап қоржында тек қана қазақ ертегілері емес, балалар энциклопедиясы да бар екен. Мен сіздерге мультфильм кейіпкерлері энциклопедиясын таныстырайын. Менің қасыма келе қойыңыздар. Жүрегіммен оқы, көңіліңе толқы, қайта-қайта оқып жаттап ал. Кел қатарда қалма, кітап оқысаң ой санаңда мәңгі